Армысыз ағайын, күндеріңіз сәтті өтсін. Бешан Лайф YouTube арнасына тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. 20 қараша кезектен тыс өткен президенттік сайлауда тәуелсіз бақылаушылар көптеген заңсыздықтарды әшкерелеген болатын. Сол заңсыздықтар бойынша Алматы қаласы Наурызбай ауданының 540 және 543 участоктар бойынша сот процесін қараңыздар. Красный линияларымыз осы. Бұдан шықпаңыздар. Бюллетеннің қасына тұруға болады. Тұрмаймыз, осы жерде тұрмыз, осы жерде шығайық. Бюллетеннің қасына тұруға болады. Мына жаққа қарай тұрайық. Сол жерге келіп не істейін демедіңіз? Бағанағы орнымызға отырайық. Пешат етіп тұрсыз ба? Сол жерде тұрасыз. Қараңызшы, мына жерде орнымызға отырайық. Сіз маған пешат етіп тұрсыз сайлауға. Анаңыз санауға сіз пешат етіп тұрсыз сіз. Жоқ, пешат етіп тұрсыз, менің уақытымды алып тұрсыз. Төрағамен келісім керек. Сіз менің уақытымды алып тұрсыз. Сіз Сондай заң бар ма? Бар. Ондай заң бар. Полицияны шақырып, қазір мен сізді қоя беремін. Заңда сондай заң болса, Бар сондай заң. Бәрімізге де санауымыз қажет. Жібере беріңіз, қайда жіберсеңіз сонда жіберіңіз. жарайды онда. Отырайық Сіздің келіңіз. заңыңызға қайшы Кірмейсіз, келмей менің ақ красный линияма кірмейсіз. Все, осы линиядан аспайсыз. Орнымызға отырайық. Білмеймін, ар жағына көз жетпейді, кім-кімге сайланғанын мына жерде көре алмаймыз негізі. Бәріміз орнымызға отырайық. Бірақ енді одан арғай жүргізбей жатыр бізді. Иә. Осы жерде қашықтан көресің. Кімге не сайланды, ешқандай санын білмейміз. бақылаушымызға. Бәріміз көрініп тұр ғой. Айдан көрініп Ештемесін айтқан жоқ әлі. Бұл ары қарай кешке дейін қадағаладыңыз ғой соларды. Не істеп отырғанын бәрін. Жарамсыз қылып, кесіп, қиып тастаған жоқ әлі. Айтады. Бәрі алдымызға тұрып алған. Кем болып жатса айтамыз ғой. Арғай баруға мүмкіншілік жоқ. 543 участка. Никак көре алмаймыз. Шыны керек ана жерде саны жазылған, жазылған бәрін салып тастады араласып уже, кажется. Бәріміз көру үшін отырып көрейікші бір-бірімізді. көре беріңіз, сізді керегі білмеймін. Жауып алған бұлайынан көрінбейді ештеңе. Барысы басталғаннан бастап бұл учаскенің комиссия мүшелері бақылаушыларды мүлдем алысқа көрінбейтін жерге отырғызғанын біз кеше айттық, көрсеттік ол жөнінде материалдарды. Одан кейін бақылаушыларды себепсіз сайлау учаскесінен шығарып жіберді. Ол кісілерге хаттаманың қорытындысы берілмеді. Сол енді осы жөнінде сайлау учаскесінің комиссия мүшелерінің іс-әрекетін заңсыз деп тануды және осы учаскенің хаттама қорытындысын заңсыз деп тануды сұраймыз. Екіншісі бізде 543 сайлау учаскесі бойынша да дәл осындай біз көргенімізде ол кісілер сайлау туралы заңның 43 бабында көрсетілген дауыс санау тәртібін сақтаған жоқ. Нәтижесінде осы іс-әрекет жаңағы қорытынды хаттамада сандардың дұрыс жазылмауына әсер етті деп есептейміз. Сондықтан да бұл кісілердің учаскесінің қорытынды хаттамасын жоққа шығаруды және комиссия мүшелерінің бақылаушының жұмысына кедергі келтіру іс-әрекеттерін заңсыз деп тануды сұраймыз. Иә, рахмет. Сот талабыңызды қанағаттанудан бас тартты. Себебі іс қарау барысында учаскелік сайлау комиссиясының төрағасы және оның мүшелерінің әрекеттерін қандай да бір заңбұзушылық жол бергендігі анықталған жоқ. Сайлау нәтижесін жарияламай тұрып, өзінің наразылығын жоғары тұрған сайлау комиссиясының жүгінуіне қажет болған. Алайда талап қоюшылар ондай әрекет жасамаған сот отырысында анықталды. Сонымен қатар басқа қатысқан отырған бақылаушыларға дауыс санағы процесі көрінбегендігі, басқа да заңбұзушылығы болған туралы сот барысында дәлелденді. Сол себептен талап арыз қанағаттандыру бас тартылды. Шешім түсіндірмесе түсінікті ме сізге? Түсінікті.
толық нұсқасы шешімнің уәждеу бөлігінде көрсетіледі. 6 желтоқсанда сізге алуға болады. Сот отырысы жабық деп жарияланады. Сау болыңыз. Қазір міне соттан шықтық. 540-543 сайлау учаскелері бойынша процестер өткен болатын. Бірақ әдеттегідей прокурор да қанағаттандырусыз қалдыруды сұрады. Судья да тура солай қанағаттандырусыз қалдырды. Бізде барлық дәлелдер болғанына қарамастан, үздіксіз түсірілген видеолар болғанына қарамастан осындай шешім шығарды. Мен осы референдумнан бері көріп келе жатырмыз ғой. Ол кісілердің шынымен де актерлік қабілеттерін, білмеймін, арнайы актерлік қабілеттерін дамытатын сияқты кәдімгідей сеніп қаласың. Бірақ өкінішке орай енді бізде ешқашан сотта жеңу мүмкін емес шығар. Сіз солай ойлайсыз, е? Иә. Жеңіп көрген жоқпыз. Осы уақытқа шейін қаншама дәлел болып. Бізде бір адамның 2 учаскаға келіп дауыс бергені видеоға түсіріліп тұрған күннің өзінде жоқ деп айтқаннан кейін білген басқасынан не сұрауға болады. Ендеше не үшін сотқа шағым түсіресіздер? Бұл ұйым алдындағы, бақылаушылар алдындағы жауапкершілік па? Әрине бұл жауапкершілік, бұл біздің парызымыз. Бұл заңсыз әрекетті көргеннен кейін заңды жолмен сотқа шағымдану бұл біздің парызымыз деп білеміз. Ерте ме кеш пе бұл құжаттардың бәрі құжат ретінде қалады ғой. Ерте ме кеш пе бұл шығатын материалдар. Сондықтан 1 қаңтарда конституциялық сот құрылады ғой. Сол конституциялық соттың шынымен де жаңа Қазақстанның конституциялық сотының қандай екендігін көреміз. Міндетті түрде сол жерге осы шешімдердің барлығын жіберіп, осы судьялардың үстіне шағымданамыз. Қазіргі сот процесі жаңа Қазақстанда өткен жоқ па? Яғни Тоқаев әділетті Қазақстан деп жатыр ғой. Өтірік. Соған қалай көзқарасыңыз? Бәрі өтірік. Әділетті Қазақстанның қандай әділетсіз екендігін, әділетті Қазақстанның әділетсіз жолмен басталғандығын бәріміз көріп отырмыз. Сондықтан үміт жоқ. Егер өстіп жалғаса беретін болса, халық ерте ме кеш пе самосуд жасауға дейін барады. Себебі соттан әділдік күтпегеннен кейін, қоғамда әділдік болмағаннан кейін халықта басқа амал жоқ. Әділдікті күшпен алуға тура келеді. Көп рахмет, сіздерге қажымас қайрат тілейміз. Шапқылап жүре беріңіздер. Рахмет. Аман болыңыз. Қайран энергия.